Сәлем салу біздің дәстүріміз. Қалайсыздар? Кеше біз басқа қалаға тойға бардық. Жолда 2 сағат жүретін болғандықтан жейтін чипсы, пирожки, печенье суларымызды алып алдық. Тойға бара салып бірінші беташар басталып кетті. Алмаған келіннің бір шетін ұстау бақыты бұйырыпты. Жаңадан түскен келін осы екі жеңгесіне ұқсасын деп тілек айтты. Беташар біткеннен кейін сразу той басталып кетті. 2 жасты ортаға шығарып, сосын орындарына жайғастырды. Тойда маған ең ұнамайтын іш пыстыратын жері тілек айту. Ортаға 1045 адам шығарып қойып, соның бәрі тілек айтып шығады ғой. Ал мен той бойына осы кішкентай баламмен алысып жүрдім. Бұдан кейін баламен точно тойға бармаймын деп келесіде тағы да барып тұрамыз ғой. Айтқандай мен образым қалай шығыпты, жаса кетіңіздер. Үйленіп жатқан жас жұбайлар 2003-2005 жылғылар. Бізге әлі кішкентай сияқты болып көрінеді. Ортада 2 жас алғашқы билерін биледі, сосын әрине би жарыс болды. Бұлсыз ешқандай той өтпейтін шығар. Боянуды үйренетін курс сатып алмасақ тым бояна алмайды екенмін. Бар боянған түрім осы енді.